Биыл Тәкен Әлімқұловтың туғанына 105 жыл. Қазақтың қабырғалы қаламгері Тәкен Әлімқұлов ұлтымыздың аңыз әңгімелері мен ән жырдың қара шаңырағы атанған құтты да киелі Қаратау өңіріндегі Созақ ауданында 1918 жылы 22 қарашада дүниеге келген. Ол өзінің еңбек жолын өте ерте бастады. 14 жасынан колхозда жұмыс істеді. 1945-1949 жылдары облыстық Оңтүстік Қазақстан газетінде жауапты хатшы, 1949-1955 жылдары Алматыға Лениншіл жас газетінде бөлім меңгерушісі болып қызмет етті. Сонымен қатар Тәкен Әлімқұлов өз білімін жетілдіру үшін Максим Горький атындағы әдебиет институтына оқуға түсіп, оны 1953 жылы аяқтайды. 1956-1971 жылдары КСРО жазушылар одағында қазақ және қырғыз әдебиеті бойынша кеңесші хатшы. 1971-1974 жылдарда Қазақ КСР жазушылар одағында кеңесші қызметтерін атқарды. Ақын 1978 жылы әдеби шығармашылық үшін Халықтар достығы орденімен марапатталған. Тәкен Әлімқұловтың «Сапар» атты алғашқы өлеңдер жинағы 1950 жылы жарық көрді. Одан кейін жазушының «Жазғы жаңбыр», «Боз жорға», «Қаратау өрнектері», «Сейтек сарыны», әңгімелер мен повестер жинағы, «Күрен өзен», «Кертолғау», «Шежірелі Сахара», «Сырлы наз», «Көкек айы», «Ақ боз ат» романы, «Тұлпар тағдыры» және тағы басқа поэзия жинақтары шықты. Тәкен Әлімқұлов қазақ әдебиетіндегі әдеби сын жұмыстардың авторы ретінде де танымал болды. 1978 жылы Советский писатель баспасынан «Өткен мен қазіргі» деген атпен өзінің алғашқы кітабы жарық көрді. 1978 жылы қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы және оның алғашқы классигі Абай Құнанбаевтың өмірі мен шығармашылығы туралы «Жұмбақжан» атты зерттеу еңбегін жазды. Жазушының «О прошлом и настоящем», «Белый конь», «Серый ястреб», «Вся жизнь впереди» және тағы басқа көптеген шығармалары орыс тілінде жарық көрді. Жалпы әдеби шығармашылықпен қатар көркем аударма саласында да жемісті еңбек етті. Лермонтовтың «Измаил Бей», Павленконың «Бақыт», Николаеваның «Орақ үстінде», Сент-Экзюперидің «Кішкентай ханзада» шығармаларын, Пушкиннің, Маяковскийдің, Низамидің өлеңдерін қазақ тіліне аударған. Тәкен Әлімқұлов 1987 жылы Алматыда дүниеге озды. Жазушының жарық қаламынан туған шығармалары қазақ әдебиетінің жауһары болып ғасырлар бойы жасай беретіні сөзсіз.